Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің видеомыз лавр жапырағы. Яғни лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Құрметті көрермендер, біздің каналымыздың 90%-ын каналымызға тіркелмеген оқырмандар мен көрермендер қарайды екен. Сіздерден өтініш, біздің каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Тағамға қосқанда ұзақ қайнаса қышқылтым дәм шығарады. Сондықтан оны сұйық тағамға пісуіне 5 минут, ал қою тағамның пісуіне 10 минут қалғанда ғана қосқан абзал. Бұл жапырақтың үй шаруасында пайдасы орасан. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатын біріміз білсек те, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Лавр жапырағының пайдасы. Халық медицинасында лавр тұнбалары жоғарғы қан қысымын қалыпқа түсіру үшін, диуретикалық және ауыз қуысының аурулары, жүйке аурулары үшін қолданылады. Гиппократ тырысуларды тыныштандыру үшін босанған кезде әйелге жапырақ қоюды ұсынған. Араб дәрігері Радыс олармен жүйке ауруын емдеген. Авиценна құлақтардағы шулар мен ауырсынуды және бас ауруын лавр майымен емдеп жатса, бауырдағы ауырсыну үшін хош иісті шараппен ішуді ұсынған. Сонымен лавр жапырағын қалай қолданамыз? Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішу керексіз. Емделу курсы 2 апта. Көз бұлшықтанып, түйіліп ауырғанда 4 дана жапырақты ұнтақтап, жарты стакан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, бірақ ішуге болмайды. Құлақ ауырып, ішінен ірің су аққанда лавр жапырағын ұнтақтап, қайнап тұрған 1 стакан суға 1 ас қасықпен салып 2 сағаттай бұқтырады. Сонымен құлақты жуып, ішіне аздап тамызуға болады. Буын сәл дірілдеп ауырғанда 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да ауырған жерді сылап орайды. Аяқ пен буындарда шошайып шыққан түйіндерді жазу үшін лавр жапырағының 5 талын ұнтақтап, 100 грамм мүсәтір спиртіне салып, түрі қоңырқай тартып өзгергенше қояды. Дайын болған соң түйіктерге жабыстырып ысқылайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін лавр жапырағының 5 талын алып, жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып ішеді. Артық салмақтан арылғыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стакан салқын су құйып, 1 түнге қалдырамыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаймыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішу керек. Емделу курсы 1 апта. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларының алдын алу. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Түнде ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестеде ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде. Ара шағып алған кездегі сезім бәрімізге де таныс. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз,
лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Сонымен қатар науқас жатқан бөлмені бактериядан тазартуға да болады. Ол үшін бірнеше жапыраққа ыстық су құйып 15 минут тұндырып қоямыз да, содан соң оны ыдысқа құямыз. Сол кезде бүкіл бөлмеге жағымды иіс тарап, ауру бактерияларын жояды. Егер аяқ терлеп жағымсыз иіс шығарса, 30 тал лавр жапырағына ыстық су құйып 3 сағат тұндырамыз. Сол тұнбаға жылы су қосып 10 минут аяқты малып отыру қажет. Үйіміздегі ауаны хош иістендіру үшін лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Лавр жапырағының адам ағзасына тигізетін пайдасы кең және алуан түрлі. Бірақ осы өсімдіктің қауіптері туралы да айта кетсек. Лавр жапырағын емдеуден барлығы бірдей пайда көре бермейді. Оған қарсы көрсеткіштер де бар. Яғни лавр жапырағының тұнбаларын өзін дозадан артық қолданса, ол улануға әкелуі мүмкін. Лавр жапырағының тұнбаларын қолданғанда геморрой, ас қорытудың нашарлығы, созылмалы ішек қату, сонымен қатар метаболизм, асқазан жарасы және 12 елі ішектің ойық жара ауруы кезінде, емдеу кезінде абай болуымыз қажет. Жүкті әйелдерде лавр жапырағымен қолдануға бола ма? Әрине жоқ. Жүкті әйелдерде лаврмен емдеу дұрыс емес. Бұл жатырдың қажетсіз белсенділігін тудыруы мүмкін. Демек, түсік түсіру қаупі бар. Сонымен лавр жапырағының адам ағзасына пайдасы және зияны туралы біраз кеңестер айтылып өтілді. Лавр жапырағының сақтау мерзімі 2 жыл. Сақтау мерзімінен асса, бұл лавр жапырағы хош иісін жоғалтып, ащы иіс береді. Сонымен қатар тағамға қолданған кезде де лавр жапырағының ащы дәмін сезуге болады. Лавр жапырақтарын герметикалық жабылған контейнерде сақтау қажет.